Сәлем достар, барлығымыз білетіндей, әр елдің, әр қаланың өз аңыздары болады. Мәскеуде номер 2 метро жайлы, Украинада атом құбыжықтары, ал бізде тұяқты қыз дегендей. Сөйтіп мен жақында ескі болса да, бірақ өте үрейлі аңызға тап болдым. Басқа оқиғаларға қарағанда бұл аңыздың шын болуына көптеген дәлелдер бар. Сіздермен бірге Пазл арнасы. Бүгін мен Волгоград облысындағы жарығы сөніп қосылып тұрған құпия пәтер жайлы айтатын боламын. Әрине, біреудің терезесіне, үйіне қарау ол дұрыс емес дүние. Бірақ егер бірдеңке нормадан тыс болып жатқан жағдайда, бір көзімен қарап қалатын жағдайлар болады. Тіпті қазір біреу менің тереземе қарап, бұл жерде неге жарық қосылып, неге адам қозғалып тұр деп ойлап тұрған да шығар. Солай бүгін баян етілетін оқиғамыз Волгоград облысы, Краснознаменская 7 көшесінде орын алған. Көп қабатты үйлердің бірінде адамдар күнде жарығы жыпылықтайтын пәтерді байқаған. Жай өтіп кетіп жүретін адамдарға және өзімен өзі еш нәрсеге мән бермейтін көршілерге бәрібір болды. Жыпылықтап жатыр ма жарық, өшіп тұр ма бәрібір. Бірақ бұл жағдайға көзін жұма қарай алмаған көрші үйдегі медик параноик лақабатымен интернетке тіркелген бір адам табылды. Ол 2 сайтында осы жағдайға орай пост жазып, дәлел видеоларын жүктеген. Автордың айтуынша бұл пәтерде жарық 3 жыл бойы күнде кешкісін қосып жанып тұрады екен. Күнде кешке бастап таңға. Әлгі пост 2-та өте көп қаралым жинап, тез арада түрлі әлеуметтік желілерде тарала бастады. Көпшілік бұны өтірік деп ойлады. Кезекті хоррор әңгіме, кезекті болмашы қала аңызы. Тіпті кейбір адамдар бұл екі көршінің келісіп түсірген видеосы деп айта бастады. Бірақ бір белгісіз жан осы мекенжай бойынша барып, бұл жағдайды өз көзімен көріп, видеосына түсіріп алыпты. Кейін басқа адамдар құпия пәтерді видеоларына бейнелеп, оқиғаның растығын дәлелдеуге асықты. Сонда бұл не? Барлық адамдарды осы сұрақ мазалады. Бірде-бір адам жылдар бойы жарығы жыпылықтап отырған бөлмеде отыра алмайды ғой. Бұл секта ма, тыңшылар ма, белгісіз эксперимент пе? Немесе біреу бұл үйде осындай азапты жаза түрін көтеріп келеді ме? Әлде біреу жылдар бойы адамдарға осылай белгі беріп, көмек сұрауда ма? Иә, сұрақтар өте көп, бірақ жауап мүлде жоқ. Ал бір күні медик параноик бұл пәтерден, терезеден белгісіз адамның көлеңкесін көріп қалады. Ол аз уақытта пайда болып, далаға қарап жоқ болып кетті. Одан кейін адамдардың барлығы автордан сол пәтерге барып келуін сұрайды. Көптеген адамдарда осындай қажеттілік болғаннан кейін медик параноик күшін жұдырыққа жинап, сол пәтерге бағытталады. Бірінші барғанда вахтер әйел оны подъезге кіргізбепті. Ал екінші келгені сәтті өтті. Ол пәтерді жалға алу мақсатында деп кіріп кетті. 11-ші қабатқа көтерілгеннен кейін ол сырға толы пәтерді тауып есікке тоқылдатады. Бір қызығы дәл осы пәтерге бірнеше бейнебақылау камералары бағытталған болатын, ал есік алдында жай қарапайым велосипед тұрды. Бірер секундтан кейін үй иесі есікке келіп диалог басталады. Сәлеметсіз бе? Сәлем, сізге кім керек? Бұл сіздің пәтеріңізде терезе жыпылықтайды ма? Терезе жыпылықтайды? Қалай сонда? Терезе қалай жыпылықтай алады? Терезедегі жарық дегенім ғой. Иә, менде. Кешіріңіз, ол неге жыпылықтайды? Бұл жарықтың сымдары дұрыс істемейді ғой. Қалай? 3 жыл ма? Кедергі емес пе? Ол кімге кедергі? Жоқ, бұл сіздерге кедергі жасамайды ма? Жоқ. Мен жай ғана көмек қажет пе деп білгім келген. Жоқ, еш нәрсе керек емес. Осы жоқ дегеннен кейін диалог тоқтады. Және бір қызығы, осыдан соң пәтерде 2 күн бойы жарық жыпылықтамады. Видеолардың авторы тез арада подъезден шығып, жолдан вахтер адамдан пәтер иесі туралы білуге тырысты. Бірақ ол тұрғындар туралы ақпарат бермейтінін айтты. 2011 жылы медик параноиктың арнасында Краснознаменская көшесіндегі жарығы жыпылықтайтын пәтер жайлы 9 видео шықты. Содан кейін автор жоғалып кетті. Оның тағдыры белгісіз, бірақ кейбіреулер оны Санкт-Петербургқа көшкен айтады. Ол жоғалып кеткеннен кейін оқиға жаңа бөлшектермен толықтырыла бастады. Біреу пәтер иесі арнайы қызметтер мен шетелдіктерге жыпылықтатып ақпарат береді деп мәлімдеді. Басқалар бұны өзге ғаламшарлықтармен сәйкестендіреді. Әрине, бұның барлығы миға қонып шықпайтын теориялар болып келеді. Бірақ шын мәнінде бұл пәтерде жарық 6 жыл бойы жыпылықтап тұрыпты. 2013 жылы 2 сайтында адамдарға бұл жағдай тағы да естеріне түсіп, бір шулап кеткен кезі болды. Алайда жауап табылмады. Оқиға аса таралған соң бұл пәтерге журналистер келе бастады. Осыға дейін пәтер иесімен болған диалог
Тек медик-параноиктің айтуынан баршаға білінсе, осы жолы пәтер иесімен болған әңгіме аудиоға жазылды. У нас 2 этажа. На верхнем этаже у нас есть 2 света. Мы включаем этот свет. Наверху он нам не мешает, потому что у нас нет наверху. Теперь мы его уже не включаем, потому что вы задолбали, если честно. Это говорите, твои окна, наверное, мои, ничего. Как вы раз 4 ходили, это все в интернете, такой бред, правда. Придумали что-то еще, там скелеты какие-то, мужчина пьяным голосом отвечает. Я такая, папа, ну что это, пьяный голос? Это фигня, что он не понял. У нас нормально с окнами, у нас двухэтажная квартира, поэтому нам, когда мы внизу, нам верхний свет не мешает. Осылайша бірнеше жылға созылып келе жатқан крипи оқиғаның нақты тарихы белгілі болды. Ал егер бүгінгі видеомыз сізге ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, мені өз тіркелуіңізбен қуанта кетіңіз. Біз 2 миллион тіркелуші санына жақындап қалдық. Сондықтан арнаға тіркеліп, әрдайым менімен бірге болыңыздар. Бүгінге осы пазлға жазыл.